Бекен мен Махаббат бір-бірін шын сүйіп қосылды. Екеуі мектеп табалдырығынан қол ұстасқан жұптар еді. Барлығы дерлік бұл екеуіне қызға да қызғана да қараушы еді. 8-ші сыныптан басталған достықтары уақыт өте келе үлкен махаббатқа айналды. 11-ші сынып оқып жүргендерінде екеуі қыз бен жігіт болып, елдер өздеріне тәнті етті. Алтын-Ұя мектептерінен ұшқан соң Алматыға барып, екеуі де Жүргенов атындағы өнер академиясына тапсырған болатын. Өкінішке орай Махаббаттың ұбт-дан жиған бал саны сәл ғана жеткіліксіз болып, оқуға қабылданбады. Ал Бекен болса өзінің бойындағы ерекше актерлік қасиетімен және вокалдық қабілетімен бірден оқуға түсіп кетті. Махаббат ауылға қайтуға бел буды. Бірақ оны Бекен жібергісі келмеді. Алматыда қалып, бір жыл жұмыс жасауын өтініп, ата-анасынан өзі сұрап алатын ойы бар екенін де жасырмады. Дегеніне жетпей қоймайтын жігіт Махаббаттың тікелей әкесіне қоңырау шалды. Махаббаттың: «Ассалаумағалейкум көке, мен ғой, Бораштың ұлы Бекен. Махаббаттың сыныптас досымын», деп, минутына 11 теңге төлеп сөйлесетін Қазтелекомның сөйлесу пунктіне басына көтерді. «Уағалейкум ассалам. Бар бол балам, таныдым. Не іспен соғып тұрсың қоңырауды?» деп табиғатынан жаны жомарт Жанбек көке өз баласының даусын естігендей қуанды. «Көке, өздеріңіз де естіп жатқан шығарсыздар. Өкінішке орай Махаббат оқуға түспей қалды. Бірақ келесі жылы тағы да тапсырып көрмекші. Ол ауылға қайтам дейді». Қайтсын ауылға. Не бар Алматыда?» «Көке, мен осы жөнінде сізге хабарласып тұрмын. Осында театрға костюмшы қыз керек екен. Әзірше Махаббат сол жұмысты бір жылдай жылаждай тұрса екен. Қалай қарайсыз? Театр өнердің ордасы ғой. Демек Махаббат та өнердің айналасында жүре тұрады. Батаңызды беріңізші көке». Ол үлкен Алматыда қайда тұрады? Туыстары жоқ. Жалғыз өзін естиді ол жақта. Жоқ, көкешім. Біз бір сыныптан 9 қыз жігіт келдік. Біздің қыздар бөлек жатақханаға орналасып жатыр. Махаббатпен бөлек 8-іміз әртүрлі оқуға түстік. Тек Махаббаттың сәл жолы болмады. Жалғыз өзі ауылға қалай оралады көке? Онда тұрған не бар екен? Келесі жылы қайтып барады ғой. Көкетай, арамызда жүре берсінші, өтініш сізге. Қимай тұрмыз. Бірге келген соң бәріміз түгел қалсақ деген ниет ғой. Бала, сен менің миымды қадырма. Шешесімен сөйлесіп көрейін, кешке хабарласыңдар деп Жанбек көке тұтқаны қоя салды. Кешкісін тағы да қоңырау соғып, ақыры Махаббат жұмысқа кіретін болды. Әне-міне дегенше Бекеннің сабағы басталды. Махаббат театрда, Бекеннің және басқа да сыныптастарының алғашқы сессиясы аяқталып, барлығы бірге ауылға қайтпақшы. Бір вагонға билет алған сыныптастар улап-шулап ауылға келді. Олардың ауылда қалған сыныптастары күтіп алып, барлығы да мәз-мейрам болып жаңа жылды тойлауды жоспарлауда. Әкесі мен анасын көрген Махаббат сағынышы басылмай күн ұзаққа еркелеп жүр. Әлсін-әлсін айналып келіп, әкесінің алдына басына қойып, «Папа» деп қояды. Анасы қызының бұл қылығына тамашалап, «Сары қызым» деп күледі. Папасы болса сары қыз папасына дәрі қыз деп, одан сайын танауы желбіреп жатқан қызының басын сипалап еркелетуде. Кешкі отырысқа мүлде барғысы жоқ, бірақ бірінен соң бірі келіп, кешке Ринаттың үйінде болатын отырыстан қалмауын сыныптас достары өтініп жатыр. Кешкі сағат 7-лерде Астанаға оқуға түскен сыныптас құрбысы Динара келіп, Махаббат екеуі көзайым болысты. Тосын сый жасап келген құрбысын көріп, Махаббат қатты қуанды. Екеуі бірге Ринаттың үйінде болатын отырысқа әрленіп, дайындалып жүр. Әкесінің рұқсатын алып, анасының батасын алып, Махаббат құрбысы екеуі отырысқа кетіп барады. «Маха, сені көргеніме сондай қуаныштымын» деп, Динара құрбысын құшақтап, «Сағынышы басылар емес. Мен де жаным. Айтпайсың ба келетінді күтіп алатын едім ғой» деп Махаббат құрбысының айтпай келгеніне наразылығын білдіріп келеді. «Тосын сый жасағым келді. Айтып қойсам, оның несі тосын сый? Айтпақшы, Бекен екеуің жүріп жүрсіңдер ме?» «Қайда барсам артынан қалмайды ғой» деп Махаббат күлді. Дәл осы сәтте алдарынан Бекен шығып, екі қызды қолтықтап отырысқа ертіп барды. Отырыс басталып кетті, ақ тілектер айтылып, оқудағы қызықтарын айтып, алғашында бәрі әдептен озбады. Кейін олардың көбісі арақ ішіп, қыздар қызылға шарап ішіп, артынан жұлқынған биге ұласты.
Қыздардың арасында шараптан ауызда тимеген Махаббат еді. Махаббаттың отбасында ағалары түгілі әкесі де ішімдіктен алшақ жүретін. Қанша қақшқақтаса да, Динара қоярда қоймай құрбысын қинап ішкізді. Барлығы өтініп тұрған соң, әй дейтін әкеп көрмей тұрған соң, Махаббат достарының сөзіне ерді. Алдымен бір-екі ұрттап, кейіннен жарты стаканды ішті. Ақырында аяғында тіке тұра алмастай мас болып қалды. Үйіне бұл түрімен барса әкесі өлтіретін біліп, отырыс болып жатқан үйде қонатын болып келісті. Онда да қонам деп ресми келісім беретін Махаббаттың жағдайы жоқ. Отырған жерінде ұйықтап қалды, көзін ашса қараңғы бөлме тоңып жатыр екен. Үстіне жамылғысы келіп айналасын сипалай бастағанда біреудің денесіне қолы тиіп, есін жиып алады. Сол кезде ғана өзінің үстінде ешбір киім жоқ екенін байқады. Ұяттан өртене жазап қараңғы бөлмеде отырса да жарық жерде ел алдында отырғандай сезінді. Мұна әлі қонар емес. Бұл не болғанын түсінер емес. Неге ол анадан жаңа туғандай тыржалаңаш екенін ұғанар емес. Орнынан тұрмақшы болғанда буындары ұстамай қайта құлады. Дегенмен қайтадан қолына ілінген нәрсемен үстін жауып, есіктің саңылау болып түсіп тұрған жарыққа бармақшы болды. Зорға дегенде жетіп, жарықты қосқанда әлгі қасында жатқан жігіт Бекен екенін көрді. Оны оятуға әрекеттенгенмен онысына дым шықпады. Киімдерін киіп, келесі бөлмеге шықса, кешегі ішкендердің барлығы да қалың ұйқыда екен. Сағат болса 9 болып қалған, Динараны оятса ол да тұрмады. Үсті басын жөндеп, бетін жуып, бар күшін бойына жинап, үйге қайтуға бел буды. Ата-анасына не деп айтарынады білмеді. Үйіне келген соң оларға Динараның үйінде қонғанын шала-пұла айта өтті де бөлмесіне кіріп дереу жата қалды. Жылайын десе көзінен жас шығар емес, бірақ өзін іші бос. Даңғыраған шелектей сезінді. Пәктігінен айырылып қалғанын түсініп, әрі қарай қалайша өмір сүретінін білмей дал болды. Неге бұлай ақмақтыққа жол бергенін түсінер емес. Жаны қиналып, мың сұраққа өзін шегіп қойды. Ұзақ жолдан келген Махаббат жатақханаға жеткен соң тамақтанып алды да, қара кешке дейін тынықты. Бойы әлі де ыза, кекке, өкпе, ренішке толы. Әрдайым еркелеп күліп жүретін ақ жарқын, көңілді қыз кешелі бері сөзге шорқақ, өзі қорқақ болып қалғандай. Өзі жерде жүрсе де санасы бөлек әлемде шарықтап жүр. Сан тарапқа шашылған ойларын жинай алмайды. Шынымен ақ, әрбір қыз баласына пәктігі мен абыройы жанынан артық қой. Ауылдың қара түтінін иіскеп топырағында аунап өскен, қаймағы бұзылмаған қазақы май. Тәрбие көріп өскен қыз үшін абыройынан алу, ату жазасымен тең болып тұр. Өзін тірі өлік сезінуде. Діңкесі құрып, еш нәрсеге сауқы соқпастан кешке дейін ұйықтады. Бұрышта тұрған көк үстелдің үстіндегі телефон безілдеп қояр емес. Әрі береден көтерме жата берсе де қоймаған соң, денесін сүйрей түрегеліп, амалсыз телефонды құлағына түсті. Алло, Махаббат, деп тұтқаның арғы жағынан аптыққан жігіт даусы естілді. Е, деп Махаббат еш эмоциясыз шауып қатты. Махаббат, сәлем, мен ғой Алмат. Бекеннің көріп баласы. Бекен жол апатына ұшырады. Ол осында Алматыда, сенің артынан көлікпен қуып келе жатқанда Қаскелеңге жеткенде аударылды. Біз жаңа ғана хабар алдық. Қазір саған барамыз, дайын бол. Бірге ауруханаға барайық деп зуылдап, судыратып айтты да телефонды қоя салды. Махаббатта үн жоқ, не болып кеткенін түсінер емес. Өзі ұйқылы ояу, дайын бол дегенге үстіндегі көйлегін ауыстырып күтіп отыр. Кімді күтіп отырмын? Не үшін күтіп отырмын? Өмірімді бір түнде 360 градусқа бұрып жіберген адамға не үшін асығып отырмын? Бойымды кернеген ренішім қайда? Тоқта, мен өзімнен Алматыға қуып келді деді ме? Сонда Бекен Таразда қалмай Алматыға мен үшін көлікпен келді ме? Не үшін? Кешірім сұрауға шығар? Жоқ, мен оны кешірмеймін. Ол мені алдады, бірақ мен оны сүйемін бе? Білмеймін, айта алмаймын. Өз-өзіне сұрақ қойып, біресе жауап беріп, біресе жауап таппай әбден сан-сарсанға түсті. Қыз көңілі Алматының ауа райындай бұлттанды. Артынан күн шығып нұрын төгсе, 5 минуттан соң көз жасы көл болып, жаңбырдай жауды. Есік тықылдады. Бергі жағында бөлменің қақ ортасында қақшиып отырған қыз үшін 2 аттаса жетіп баратын есікке дейінгі ара қашықтық 2 километрдей көрінді. Шіріп келеді, шетер емес, шеткізер емес. Бекеннің достары қандай хабармен келді екен деп уайымдайды.
Бәлкім ол, жоқ, мүмкін емес. Алла сақтасын. Ата-анасының жалғыз ұлы ғой, жалғыз ұрпақтары. Бертін келе сүйіктісі ғой, сүйіктісі. О, тәңірім, мен оны әлі де сүйем бе? Жоқ, әрине. Ендеше не қолымды соссам тұтқасын, ұстар есік алыстап кетті. Неге мен меңіреу адамдай есікке қарап тұрмын? Неге мен қорқып тұрмын? Тағда ойға шомылып есікті ашам дегенше миллион ойлармен арпалысты. Әйтеуір есін жиып есікті ашты. Ұзын бойлы, қара бұйра шашты Асқар есімді Бекеннің досы екен. Махаббат есікті ашып беймарал түр көрсеткісі келді. Бейқамынмен. Сәлем, деп әрі қарай сөйлеуге шамасы жоқ. Бір сөз, бірақ ауыз сөз айтса, білдіріп қояйын деп отыр. Сәлем, Махон, жүр, Қаскелеңнің ауруханасына барамыз. Не үшін? Не үшін несі мына қыздың? Сен қыз ауылыңа барып келем деп есіңнен алжасқансың ба? Оттапсың. Бекен ауруханада деймін саған, Махон, деп Асқар орманда адасып қалған адамдай. Қолың жаңғырық, шығу аузын көмкере буындап айтты. Бармаймын, деп Махаббатты түр берер емес. Осы айтыс шамамен 10 минутқа созылды. Ақырында Асқар қырсық қызы қолынан сүйреп сырт киімін киер киместен алып шықты. Жатақханадан шығарып алып Қаскелең жаққа қарай жол тартты. Бұлар жатақханадан шыққанда жоспар бойынша Махаббатпен бір бөлмеде тұратын әріптес құрбысы, әрі Бекеннің құрпаласы Сәуле бөлмеге кіріп, оның ауылдан келгелі ашылмаған сөмкесін сол күйі қайтадан төменге түсірді. Әлгі көліктің артынан бұл да Қаскелеңге қарай бет алды. Асқар мен Махаббат Қаскелеңге жете бергенде кіре берісінде 3-4 көлік бұларды күтіп алды. Махаббаттым да түсінер емес. Оның бар ойы Бекеннің аман сау екенін көру. Асқар да жаңағы көліктердің қатарына тоқтап тысқа шығып кетті. Кенет есік ашылып, ішке Бекен кіріп келді. Қайдан келгені белгісіз, қыз түсінер емес. Бетіне бажырайып қарап сасқалақтап қалғанынан, неғып жүрсің демесі бар ма? Сені алып бара жатырмын деп Бекен мырс етіп күлді. Қайда? Деп бетті жыбырламастан ешбір реакциясыз болмашы сұрақ қойды. Ал шынтуайтында ішінде әлгіндегідей сұрақтардың бірнеше легі келіп жатыр еді. Көресің ғой қазір, қолыммен істегенді мойнымен көтеремін, үйренеміз. Қарсылық қабылданбайды, сені таразға бара жатырмын, деп кесіп айтты. Махаббатта үн жоқ. Қасына Сәуле келіп отырғанда осының бәрі алдын ала дайындалғанын түсінді. Сәуле құрбысын құшақтап бәрі жақсы деп басып айтты. Осы бір сөз жетпей тұрғандай ботадай көздері жасқа толып, сүйріктей саусақтарымен моншақтай аққан жастарын сүртіп қояды. Осы көз жасымен оның жігітіне деген барлық наласы ағып жатқандай. Ата-анасын ойлап, жұмысын ойлап отырып, Сәуленің иығына басын қойып ұйқыға кетті. Екі көлікке мінгескен жастар таразға қарай жетіп келеді. Алда қара шаңырақта той. Келін түсті салты ғой бұрынғының. Біздің үйге бірі енді, ай бұрымдының. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы деген сынды басқа тойлар бастауы үйрену той жайлы әндер бүкіл ауылға дүркіреп естіліп тұр. Қаңтардың қытымыр аязы болса да Бекеннің анасы Қалиманың көңіл күйі жадыраған жаздай. Жалғыз ұлы үкілеген үміті Бекені келін әкеліп жатыр. Мектеп бітіргеніне жарты жыл уақыт өтпесе де, ата-анасы оның үйренем дегеніне қуамасы ренжіген жоқ. Алты құрсақ көтеріп іштей шетінеп кеткен бесеуінен кейін Сәкен мен Қалима үміттері өшіп, тағдырларына көнген кезде, ойламаған жерде Алла оларды Бекенді берді. 42 жастарында алғаш рет атана атанып, тұңғыш ұлдарының есімін Бектұр деп атады. Бұл есім бала өмірлі, тұрақты болсын деген тілекпен қойылған. Еркелетіп, Бекен деп атап кеткен. Алматыдан бері тоқтамай келген көлік тіке ауылға келді. Махаббат ата-анасы естісе не болады екен деп жүрегі дауаламай жүр. Ол уақытта Махаббаттың ата-анасы ұзын құлақтан естіп те отырған еді. Не де болса Әліптің артын бағып қыздарының өзінен еркімен келмесе еріксіз келгенін сұрарымыз деп тырп етпестен отыр. Жеткіген жастар ауылға кіргеннен сигналдарын аямай басып, келін келе жатыр деген хабар берді. Ауылдағы кластастары да әке көкелерінің көліктерін сұрап, мініп керуендетіп серуендеуге шықты. Алақандай ауылды 6 рет айналып, айқара ашып қойған дарбазаға кірген көлікке аулада уамана мен қызу биді жандырып жатқан әпке жеңгелері асыға да жарыса жүгірді. Біреу отқа май құйып әлек, енді бірі ақ орамалды келіннің басына тағуға асықса, тағы да екі жеңгесі шымылдықты алып шығып, барлығы мәре-сәрі болып жатыр.
Келін түсті. Басына ақ жаулығы жабылып, отқа май құйылып, ішке оң аяғымен кірді. Алдынан ақ шымылдығы ашылып, төрге қыз жолдас екеуін отырғызды. Ендігі кезең ең бірінші шешуші сәт. Қыздың үйіне кешірімшілерді жіберіп, қуғыншыларды күтіп алу. Махаббаттың үйіне 3 кісі чемодан көтеріп кіріп келді. Төрде отырған әкесі орнынан тұрмастан теріс қарап отыра берді. Әке жүрек бұл кісілердің кімдер екенін және не үшін келіп тұрғанын айтпаса да сезіп тұр. Анасы үйге кірген кісілерді табалдырықта тұрғызып қойды. Отағасының рұқсатынсыз кіргізе алмайтынын дөп басып айтты. Өзі күйеуінің қасына жолай алмай, оттан қорыққан көбелектей шыр айналып, арғы жағынан бір, бергі жағынан бір көрініп, айналшықтап жүрген жайы бар. Келген кісілерге төрін ұсынайын десе, әншейінде қыналы қар көрмейтін отағасы теледидардан көзін алар емес. Экранға тесіліп қарап отырса да ойы басқа жақта. Басындағы гүлді сары жаулығы бір жағына қисая, үстіндегі папейкесін шешпестен. Ауызғы бөлме верандада кешірімшілерді күттіріп қойғанына ыңғайсызданған Махаббаттың анасы бар күшін бойына жинап, жолдасының қасына келді. Әкесі, жолың болса 60-та алқымдады. Бұл түрлігің жарамас. Келген қонақты мына аязда есіктің алдына тұрғызып қойдың. Ет емес пе? Ең болмаса кіргізейін, қызыңа қуғыншы жібереміз ғой. Өз еркімен келген немесе еріксіз әкелген біледік. Егер өз еркімен келген болса, онда сол үйде қалады ғой. Құдандалы болсақ, мына қылығын қызыңның бетіне салық болар, деп барынша бетін бері қаратуға тырысып отыр. Ал әкесінде үн жоқ. Шешесі екі ортада шыбын өледінің күйін кешіп отыр. Тағы бір мәрте бағын сынап жатыр. Қой енді отағасы. Әншейінде осы Жаппар төрені көрсең, қаның басына шабатын еді ғой. Не болып қалды енді соншама қадалып. Өпшіммен кіргізем деп, күйеуінің жүзіне балаша жаутеңдеп. Жәнібек, егер үн қатпасаң кіргізе берем, жарайды ма деді. Әкесі кіргіз дейін десе, қызының тұрмысқа шығуына рұқсатын бергенмен тең салды. Кіргізбе дейін десе, жұбайының сөзінің жаны бар. Ақырында үндемей отыра берді. Үндемегені келіскеннің белгісі деп санаса керекті. Әйелі өзі сұрақ қойып, өзі жауап алып, үйге кешірімшілерді кіргізді. Оларды алдымен теріс қарап отырған ақсақалға ақырын келіп, амандасты. Орыннан тұрмастан үшеуімен де беттеріне бажырай қарап, шақтырмай қолын берді. Шаңырақ басшысының қасына аяқты айқастыра, молдасын құрып, үшеуі отырып, әңгімелерін бастады. Ал құрметті Жәке, үйіңізге кешірім сұрап келіп қалдық. Ұрлықшыларымыз, біздің баламыз Бекентай сіздердің жалғыз қыздарыңызды Алматыдан алып қашып келді. Бір ауылдың іші ғой, естіп те отырған боларсыздар. Алам десеңіз міне басымыз, үзем десеңіз міне мойнымыз. Қыз бергеннің назы бар деген бар ғой, Құдеке деп, арасындағы үлкені сөз бастады. Біріншіден мен қызымды бергенім жоқ. Екіншіден назданатын қатын көріп тұрсың ба мені? Деп Жәнібек даусын көтеріп, ашуға беу болды. Табиғатынан сабырлы кісінің бұлай ашуланғанын ауылдастары түгілі жарыта көрмеген. Бұрышта жанын шүбірекке түйіп, не айтады екен деп қорқып отырған анасы күйеуінің айқайына таңырқап қалды. Бұл үйде жалпы ешқашан айқай-шу деген болмаған. Ұлдарының өзі әкелерінің көзінше ыммен сөйлесіп, оғынатын. Әкенің темірдей тәртібі оларды осындайға баулыған. Балаларын сабырлы болуға шақырудан еш талмайтын әке неге бұлай дау шығарғанын Сәуле ана түсініп тұр. Қайтсын енді? Жалғыз ғой. Жалғыз қызы ғой. Сөткеншесі. Оның ісіне қызы Алматыға кеткелі сағынып жүреді. Келе сала 2 күннен соң тағы да кетті. Жұмыстың аты жұмыс болған соң жолын бөгемей, әкесі сағынышы басылмаса да қызына батасын беріп жіберген еді. Жазда келсе әбден мауқымды басып сары қызымды еркелетерім деп отырғанда, ол да өз ұясынан ұшып, қиясына қонып жатыр. Әкелік қызғаныш пен махаббат ашу ыза тудыртып отырғаны ғой. Әйтпесе Жәкесі қой аузынан шөп алмас момын. Тіпті жазды күні шыбынды опалсынып, өлтірмейтін. Орамалмен қуып жүріп, үйден шығаратын абзал азамат. Жәкесі сөзден ағаттық, кетті, кешір тағы да. Сасқалақтап не айтарымды білмей отырмын деп, әлгі кешірімші қайта сөз бастады. Сөйлер сөзін білетін адамды жібермейді мекен, онда деп, Жәнібек теріс қарап наразылығын жалғастырды. Жәке, өзіңіздің қандай кісі екеніңізді елі іші анық біледі. Сізбен құда болу бір бақыт, сізден қыз алу ол бақыттың бақыты. Сәкен тымағын көкке лақтырып қуанып жүр.
Алдыңызға өзі келгісі келді. Бірақ асыл дәстүріміз бойынша бал уыз құда келмейді ғой. Ал Шәке, не дейсіз? Мен не дейін? Қуанып Сәкеңнің қасына барып, молодец Сәкен, ұлыңа жақсы тәрбие беріпсің деп, немесе қызымды алып қашыпсың деп, мен де тамағымды көкке лақтырайын ба? Жоқ, Жәке, біз тек. Мен құда болғысы келсе алдыма келіп қызымды сұрауға болмады ма? Немене мен қызымды ұзатуға жағдайым жетпейді ме? Қызыңыз көнбеген екен, Жәке. Кеше демалысқа келгенде Сәкендер құда түскелі жүргенін естіген соң Махаббат Алматыға қашып кетіпті. Қашатын жерге қашқан екен да онда, деп қызына да ашулы екенін білдірді. Шын қашқысы келсе Астанаға нағашыларына қашпайды ма? Әй, шешесі бір білерің бар ма еді? Ойбай, жоқ әкесі. Жұмысқа кетуім керек деген соң, бірақ анау Динара келгіш дегеннен ішім сезген еді бір нәрсені. Өй, ішіңді сенің, шақыр анау келіндерді. Шебер артынан қыздың қуып барсын. Немене қыз қуып ойнап, өйден адам сияқты менде қыз ұзатқым келді емес пе деп, Жәнібек бар ақысын әйелінен алып сөзбен сыбап салды. Шәке, сөйлеп айдың жазығы жоқ. Бекеннің не ойластырғанын ешкім де білмеді. Міне қызыңыздың қолғаты, деп кешірімші бір тілек қатты Жәнібекке ұсынды. Әке, апа, мен бұл үйге өз еркіммен келдім. Бекенмен мектеп қабырғасынан сөз бәлесқан едім. Айып етпеңіздерші. Қыз мұраты кету деген бар. Мен мұратыма жеттім. Сіздерден кешірім сұраймын. Барған кісілерді жақсылап күтіп алыңыздаршы. Хатты оқыған соң Жәнібектің көзіне жас үйірілді. Қанша жасырғысы келсе де онысы білініп қалды. Көз жасымен ашуы да көңілінен ағып түскендей. Жүрегі жібіп, әлгіндегі әңкілдегені басылып, қабағындағы қатулық жаймеңдеп тарқай бастады. Сәуле, самаурынның қайнап тұрса кісілерге шай бер. Келіндердің қуғыншылықтан келмейінше мына кісілерді осында болады. Әгер әке қызым еріксіз келген болып, Сәкеннің туыстары жібермесе, қызымды мына кісілерді де байлап ұстармын, деп әзіл шынын араластыра жұбайына бұйрық берді. Манадан бері осы сөзді күтіп тұрған бәйбішенің аяғы жерге тимей, ас бөлмеге кіріп кетті. Есік сыртында күтіп тұрғанда келіндері де 5 минутқа жетпей жетіп келді. Екеуі қыз қуып кетсе, қалғаны қалып кісілерді қонақ етіп шайғады. Қуғыншылар қайта келіп Махаббаттың көңілінде еш күмән жоқ екенін және өз еркімен барғанын айтты. Әкесі сырттай бата беріп, сәл жалғыз қалса екі иығы кемсеңдей жыламсырап қала берді. Сәкен ұлының тойын 4 күн тойлады. Әкелген күні бірыңғай ағайын туыстарымен тойласа, екінші күні 3 ауылды ұшинап беташар жасады. 3-ші күні құдаларын шақырып құдалық етсе, 4-ші күні қаланың қақ ортасындағы абыройлы мейрамханалардың бірінде үйлену тойын жасады. 5-ші күн дегенде ғана Махаббат таңертең ерте тұрып, иіліп сәлем салудан басталған келіндік қызметіне кірісті. 2 апталық каникул аяқталған соң Бекен Алматыға кетті. Махаббат ауылда ата-енесінің үйінде уақытша қалды. Бекен барған соң пәтер жалдап келіншегін қасына алады. Екеуі ертегідегідей күн кешіп, сезімдерінің жетегіне еріп, ерекше қиял әлемде жүрді. Бекен сабақтан соң қосымша тойханаларда ән салып жүрді. Махаббат өз жұмысын жалғастыра берді. Ауылдағы ата-аналары да ай сайын жілік-жілік ет, қазы қарталарын, қап-қап азық түлектерін салып тұрды. Еш нәрседен мұқташтық көрмеген жастар өз табыстарына киініп, қыдырумен таңдары атып, күндері батты. Араға 2 ай салып Махаббаттың аяғы ауырлады. Сәкен мен Қалима ешкімге тіс жармай, келіндері босанам дегенше адам баласына айтпауға бел буды. Келіні өзінің тағдырын қайталамасын деп қызыл көзбен ащы тілден қорғады. Махаббат жаз бойы ауылға оралмады. Бекен де келіншегінің қасында болып, ән салып ақша тауып жүрді. Тамызда Махаббат оқуға түскісі келетінін айтқан болатын. Ішіндегі құрсағы 5 айлық болған кесі. Бекен үзілді-кесілді қарсы болып, келіншегін оқуға түспеуін өтінді. Жаным, бөпеміз 5 айлық. Енді 4 айдан соң ол дүниеге келеді. Сен ол кезде 1-ші семестрді аяқтап жатасың. Сосын академия алу керек. Не істейсің, жарты жыл ғана оқуға түсіп. Бір жола келесі жылы тапсырсайшы. Ауылдан мамаларымыз келіп балаға қарайласып тұрар кезекпен кезек. Әзірше саған уайымдауға болмайды. Ішіңдегі баламен секіріп би-билеп, сахнада жүрмексің бе? Актерлік шеберлік оқу оңай емес. Туф, тағы да 1 жыл күтем бе? Өзіңді ойламасаң да баланы ойласаңшы. Жарайды, дегенің болсын.
Бірақ маған келесі жылы қарсы болсаң, онда ренжеймін саған. Қарсы болмаймын, сөзін сөз деп, жас жұбайлар уағдаласты. Желтоқсанның алғашқы 10 күндігі ауа райы жып-жылы болып, жапалақтап жауған қар айналаны ақ көрпеге орап қойғандай көздің жауын алып тұрды. Махаббат пен Бекен осы жаңа жылды ауылда қарсы алуға асығып жүр. Келіннің іші шыққан сайын Қалима ана қысыла толғатып жүр. Жанын шүберекке түйіп уайымдаумен әрек. Екі жас жоспарлағандай 30 желтоқсан күні Таразға жол тартты. Ауылға жетіп жаңа жылды отбасымен қарсы алып, түнгі 12-ден соң Махаббаттың төркініне барып тойлады. Ертесіне әдеттегідей сыныптастар жиналып отырыс жасады. Әбден береге Махаббат сол түні толғатып, қалаға жедел жәрдеммен перзентханаға кетті. Сәкен мен Қалима да Бекен мен Қалынай қалаға еріп барды. 10 сағаттай толғатқан Махаббат екінші қаңтар күні шекесі торсықтай ұл баланы дүниеге келді. Бәрі қуанышты. Сәкен мен Қалиманы туған туыстарының бәрі құттықтап жатыр. Бірақ екеуінің көңілдерінде бір қорқыныш бар. Көздеріндегі мұң мен уайым тайға таңба басқандай көрініп ақ тұр. Бергі бетімен күлгенмен ішкі жан дүниелері құлазулы. Сыры неде екенін ешкім түсінер емес. Ағайын туыс, алыс жақын туыс таныстардың бәрі Сәкен мен Қалиманың үйіне шілдеханаға баруға асығуда. Бекен мен Махаббаттың достары да лимузин жалдаймыз, ауылға қымбат көлікпен әкелеміз деп жоспарлап жүр. Жастардың бүкіл ойластырғандарын Сәкен мен Қалима күл талғанын шығарды. Шілдехана келгісі келгендерді де өзіміз айтармыз, бала қатайсын, деп жылы жауып қоя салды. Екеу әбіржулі. Тұңғыш немерелеріне той жасамады деп елдің бәрі шулап жүр. Ал олар болса құлаққа асар емес. Келіндерін у-шусыз перзентханадан шығарып алып, үйлеріне әкеліп ешкімге көрсетпей тығып қойды. Тек Махаббаттың әке-шешесі ғана келіп, құттықтап, бір асым ет жеп тарқасты. Жаңа туылған сәбиге ғасыр деп есім берді. Оны да ешкімге айтпады. Атасы мен енесі неге елден қашқақтайтынын және немерелерін өзге көзден жасыратынын, келіннің көңіліне тиіп қалар деп айта алмай, іштей жасырып жүрді. Себебі Сәкен мен Қалиманың тұңғыш ұлдары дәл 2 қаңтар күні дүниеге келген болатын. Сәкеннің ата-анасы ат шаптырып, той беріп, келінге қалжа жегізіп бар жоралғыны жасаған болатын. Шілдеханадан кейін жас сәби ыстығы көтеріліп ауырып, қырқынан шықпастан шетінеп кеткен болатын. Сол жағдайдан соң қорқып қалған ата-ана немерелеріне өздері де көп қарамауға, назарланбауға, сұқтанбауға тырысты. Бекеннің каникул аяқталып Алматыға оқуына кетті. Сәкен мен Қалима Махаббатты жібермеді. Таулы қаланың ауасы салқын, баланы ауыртасыңдар деген себеппен еш көнбей қойды. Қалима келініне үйдің ешбір тірлігін жасатпай, барлық жағдайын жасады. Сөк қайнатып, май былғап жегізді. Ыстық сүтпен қойып, қатығын уақытымен ішкізді. Қолдың ірімшігінен асатып, тіпті батыстан байқалмақпен алдырып баптап отырды. Немерелерін қырқынан шығару рәсіміне де қонақ шақырмады. Құда-құдағымен бірге өздері ғана 40 қасық суға түсіріп, шаш тырнағын алды. Қылышын сүйреген қыз қайтып, көкжиектен күннің шуаға түсіп, жер бетіне көктемде келіп жатты. Ғасыр 3 айдан асқан шағы, Сәкен мен Қалима Наурыз мейрамының қарсаңында ғана бүкіл ағайын мен ауылдастарды жинап, немерелерінің құрметіне бәйге ойнатып, көкпар тартып той берді. Той үстінде неліктен осыншама уақытқа дейін қуаныштарын елмен бөліспегендерінің себебін айтты. Бекенде Наурыздың демалыс күндерін пайдаланып, ауылға келген еді. Ұлын ескеп келіншегін құшағына алып сағынышын білдіріп жүр. Кеуін сағынған Махаббат онымен бірге Алматыға кеткісі келетінін айтып назданды. Бекен ата-анасымен сөйлесіп көретінін айтып, қысқа ғана қайырды. Бұл қылығы Махаббатқа онша ұнай қоймады. Неге екені белгісіз, іштей біртүрлі күмәнданып қалды. Той ойдағыдай аяқталды, тағы да бірнеше күн оқудан сұранған Бекеннің қайтатын уақыты жақындап қалды. Ата-анасынан келіншегі мен баласына кетуді сұранған болатын. Бірақ олар жібере қоймады. Тағы да 1 ай болсын, әбден күн жылыған соң өздері қыдырып барып, сылтаумен апарып салатын айтты. Бекенге дәл осы жауап керек болғандай. Келіншегіне көрдің ғой жібермеді дегенде ишарат білдірді. Өзі болса 2 күннен соң Алматыға жол тартты. Арада 1 апта уақыт өтті. Күн санап мамыр айын күтіп жүрген Махаббат күннен күнге бір нәрсеге алаңдаулы. Неге тым уайымшыл болып кеткенін өзі де түсінер емес. Кеуін сағынып, жаны жабырқап жүргендіктен болар деп ойлады. Сол түн әдеттегі сағынышқа толы түндердің бірі болатын.
Ұйқы патшалығы бұл қаншайымға қақпасын аша қоймағасын. Екі көзі бадырайып телефон қарап дөңбекшумен болды. Әлеуметтік желілердегі алматылық достарының фотоларын кезекпен-кезек ақтарып жатқанда бір суретке көзі түсті. Жүрегі аузына тығылып, жаны кеудесіне сыймай кетті. Достарының фотоларының арасында Бекеннің әртүрлі қыздармен құшақтасып түскен фотоларын көзі шалды. Іші бір бәлені сезіп, не де болса таң атса ата енесімен сөйлеспекші болып. Бір емес бірнеше фотода сықиып киініп қыздармен ойлайды. Бұлайда қол ұстасқан күйінің бейнесі көз алдынан кетер емес. Жаны кеудесіне сыймай таңды кірпік қақпастан қарсы алды. Сол бір түн мың түндерден де артық көрінді. Ішіңдегі ұзағы болды. Әшейінде басыңды жастыққа қойып, толыққанды ұйықтап үлгерместен әтештер бақырап шығырушы еді. Бұл жолы ол да тілін жұтып қойғандай. Орнынан жүз тұрып терезеге телмірумен болды. Әйтеуір шығыстан арай көрінді. Таң намазына тұратын ата енесінің бөлмесінен тың-тыңдап қояды, есігі ашыла сала жетіп барды. Әке, апа, сәлем бердік. Бақты бол, балам, қосағымен қосағар көп жаса. Мен бір нәрсе айтайын деп едім. Айта ғой балам, деп атасы бар көңілін кеңіне аударды. Мен Алматыға кетуім керекпін. Не болды жарығым-ау? Деп сырттан кірген бетте осы сөзді естіп қалған енесі таңырқап қалды. Күйеуіме барғым келеді. Ғасон болса қатайды, мен кетейінші. Жаным-ау, барасың ғой, келер айда неге асықтың? Тыныштық ба балам? Таң атпай неге олай дедің дед. Енесі келінінің әлденеге алаңдаулы екенін көріп, шыбатқандай болды. Апа, сізбен жеке сөйлескім келеді. Жарайды қызым, мен намазымды бастай берейін. Қалима, уақыт шығып кетпей тұрғанда үлгер мамасы, деп атасы бөлмесіне кіріп кетті. Бағанадан бері ата енесімен дәлізде сөйлесіп тұрған келіні енесін өз бөлмесіне шақырды. Апа, мынаны қараңыз, деп өзі көрген фотоларды енесіне көрсетті. Әдепкіде Қалима түк түсінбеді, ұзақ қарап отырып. Махонтай, бұлар кімдер? Апа, Бекеннің жалғыз өзі сауық сайран қуып жүрген сияқты, деп келіні ойына тіке айтты. Ой бұл, күшік. Қабаттен қолыма түс осыдан, көрсетейін мен оған, деп анасы ұлына ашуланды. Апа, ұсталмаған ұры емес деген бар. Мен барайын күйеуімнің қасына. Батаңызды беріңіз. Әкеме айта алмаймын, әкем ашуланады. Бекенге ұрсып береді. Ешбір дәлелсіз жарымның басын дауға қалдырғым келмейді. Бірақ ішім қызғаныштан өртеніп барады, деп махаббат ағынан жарылды. Жарайды балам, бүгін сені аудан орталығына базарға жіберем. Билетіңді ал, жақын араға пойызға ал. Автобуспен шаршап қаласың баламен. Базарға барып керек жарағыңды, мен асық түліктеріңді қамдаймын. Қазір таңғы асыңды ішіп ал, дастархан басында әкеңе айтудың бір ретін табарым, деп ақылды ене келіннің маңдайынан сүйді. Қалима уәде еткендей махаббатқа біраз ақша беріп, базарға жіберді. 2 күннен соң махаббат ұлы ғасырды алып жолға шықты. Келіншегінің кездейсоқ келе жатқанын естіген Бекен, неге аяқ астынан келіп жатыр екен дегендей сұрақтар қалды. Кезінде күйеуі екеуі жалдаған пәтерге келіншек ұлын құшақтап қайта оралды. Үйді жинап дәмді тағамдар пісіріп күйеуінің бабын жасады. Ауылдағы ата-ана көмектесіп тұрса да, Бекен сабақтан бөлек тойханаларда ән айтып жүрді. Отбасы қасына келген соң әншіліктен түсетін ақша аздық етіп, Бекен ақырындап асабалыққа бет бұрды. Бар жоғы 2 ай ішінде Бекен асабалықтың тізгінін ұстап, қыр-сырын меңгеріп, жоғары сұраныстағы той ұйымдастырушылардың біріне айналды. Әдепкіде күйеуі үйге кештетіп оралуды шығарды. Жұмыс бабымен жүргеніне сенімді болған махаббат түн ішінде келсе де күліп қарсы алып, ас суын беретін. Күйеуін жамандыққа қимай, біз үшін түнгі ұйқысынан бас тартып, жұмыс жасап жүр деп өзін сендірді. Тағы да тамыз айы келді, махаббат 3-ші рет оқуға түсуге оқталды. Ғасыр 8 айлық болып қалған еді. Бекенге келіншегінің оқуға түскісі келгені ұнамады. Былтыр мамаларымыз кезектесіп келіп, баламызға қарар, сен оқуыңды оқисың деген сөзі ұмыт болғандай. Енді сылтауы Ғасон кішкентай, мамамдар келе алмайды. Ауылдағы кішігірім шаруашылықтарына әкем жалғыз үлгермейді дегенді алға тартты. Тағы да 1 жыл күтіп, келесі жылы Ғасырды балабақшаға орналастырып, оқи алатынына сендірді. Әкесі мен анасының тәрбиесі жақсы ғой махаббаттың. Күйеуінің бетіне қарсы келмеді, көнді. Бұл тамызда да ол талапкер атана алмады. Бекен 3-ші курсқа аяқ басты.
Түнделетіп келетін асаба жігіт таңертең сабақтан көп қалатынды шығарды. Ұйқысы қанбай кейде қолды бір сілтеп кешке дейін тұрмастан жата беретін. Сөйтіп жүргенде оқудан шығып қалу қаупі төнді. Есін жиып ағайлары мен апайларынан кешірім сұрап орнында қалды. Біраз уақыт сабақтан қалмай жүрді. Бірақ жаңа жыл қарсаңында түскен тапсырыстардан бас тарта алмады. Бірнеше ұжымдық кештерден ұсыныс келіп, Бекен келісті. Есесіне 2 аптаның ішінде су жаңа көлік мінді. Бекен осы тұста өзгеріп шыға келді. Қалтасы томпайған сайын айнадағы өзінің бейнесіне сүйсіне қарап марқая түседі. Махаббат күйеуінің атағы өскен сайын көңіл күйі төмендей берді. Ұлы екеуіне Бекеннің жылулығы жетіспей жүргендей. Бірде таңғы ас үстінде Бекен келіншегіне бір ойын айтты. «Махонтей, мен оқуды қоя тұратын шығармын, шайым пышама», деп ауызы ашылып төбесінен біреу мұздай су құйып жібергенде болды. Келесі семестрде академия алсам, 1 жылдан соң дәл 3-ші курстың 2-ші семестрінен жалғастырады екенмін. Осы уақытқа 2 бөлмелі болса да пәтер алып алсақ деймін. Жоқ, мені ақылымды сұрасаң, мен қарсымын. Оқуды да сама. Осы табысыңды жетеді бізге. Алдағы 1 жылда сен бітірсең, жұмысқа орналасқан соң-ақ пәтерлі болармыз. Қазір мен сұраныстамын, келесі жылы бұл сұраныс бола ма жоқ па беймәлім. Темірдастық кезінде құй деген бар. Алла несібіңе берерін тоқтатпасын. Сен өнерлісің. Сенің жұлдызды сәтің әлі алда, деп күйеуін зорға дегенде оқуда қалуға көндірді. Оқуда қалса да ол асабалықты тастамады. Әне-міне дегенше 3-ші курсты да тәмамдады. Жазғы каникулда Бекен ауылға бармады. Жаз бойы жұмыс жасап Алматыда болды. Махаббат ұлы екеуі 1 ай ата-ана енесінің ауылына барып, үйлеріне жөндеу жұмыстарын жүргізді. Бекен бұл уақытта Алматыда келіншегіне тосын сый дайындап жатыр еді. Махаббат ғасыр екеуі Алматыға оралды. Оларды вокзалдан күтіп алған Бекен жаңа пәтерге барды. Жалдамалы емес, өздерінің пәтері. Махаббаттың қуанышында шек болмады. Өздерінің алғашқы жеке баспаналары 1 бөлмелі болса да өздерінікі болған соң қан сарайындай көрінді. Жаз бойы тойдан тойға барып, жүріп жинаған ақшасына Алматының шетінен болса да жеке пәтер алды. 2007 жылдың тамыз айы. Махаббат осы жылы оқуға құжаттарын тапсырды. Талапкер атанды. Ғасырды балабақшаға орналастырып, өзі оқуға түсуге дайындалды. Дегені болып мектеп бітіргеніне 4-ші жыл дегенде оқуға түсті. Ол шын бақытты, күйеуі екеуі бір ғимаратта оқиды. Бекен 4-ші курс, Махаббат 1-ші курс студенттері. Қыркүйек басталып екеуі 1-ші оқуға келе жатыр еді. Корпустың алдына тоқтап, Махаббат түсе берді. Мен кейінірек кіремін деді. Ойында түк жоқ келіншек бақыттан бұл жинап, 1-ші сыныпқа келгенде бүлдіршін қыздай курстастарын іздеп, ішке кіріп кетті. Дәл осылай 2 ай бойы жалғаса берді. Күйеуі келіншегімен бірге жүрмек түгілі корпуста көрсе айналып кетеді. Алғашында Махаббат дымда түсінбеді. Бірақ кейінірек бәрі белгілі болды. Қараша айының алғашқы 10 күндігі күйеуі түнімен үйінде болмағасын Махаббат кірпік қақпаған. Таңертеңгілік сабақта ұйқысы келіп қалғып отырды. Алдағы қатарда отыратын Ләля есімді курстас қызы қасындағы Замираға телефонынан кешегі қиқу стайлдың суреттерін көрсетіп отыр. Түнімен клубта одан соң жалдамалы пәтерге 5 жігіт 5 қыз болып барып, таңға дейін қиқулап, сауық сайран құрғанын айтып мәз. 4-ші курстың студент жігіттері екенін құлағы шалып қалғанда Махаббат ақырындап телефонға қарады. О, тоба, ұйқысы шайдай ашылып, беймаза күй кешті. Суреттегі өзінің жары, ол таңертең сабаққа шығам дегенше, үйге келмеген күйеуінің қайда екенін білмейді. Үйіне барғанда Бекен үйде екен. Қатты ұрсып, қалмаудың қамын жасап, әңгімесін ақырын бастады. Бекен, қайда болдың? Балалармен бірге тойдан шыққан соң, дей бергенде Махаббат шыдамады. Ләйла, Фарида, Жарқынай деген балалармен ба? Деп қойып қалды. Бекеннің түрі бозарып, не айтарын білмеді. Шынымен ашуға мінген келіншек сұрақ алуға қойды, көшті. Демек, сен үнемі осылай жүреді екенсің ғой, менің курстас қыздарымменен біраз жасқа кіші болған соң, олармен онша араласпаймын. Араласып әңгімеге тарсам біраз құпияның беті ашылайын деп тұрған сияқты ғой. Ал мен білмейтін, танымайтын қыздар қаншама екені беймәлім. Бекен, мен сенен ондайды күтпедім, деп жылап жіберді. Өз кінәсін түсінген күйеуі ақталмады. Кешірім сұрап, енді ондай қайталанбайтынын айтып, кешірімін алды. Махаббат ашуын сабырға жөндіріп, жан-жарын қаралауға жан-жағынан ұялды.
Уақыт өз кезегімен өте берді. 2008 жылдың наурыз айында республикалық масштабта үлкен кастинг болды. Отандық киноиндустрияда абыройы бар талантты режиссердің бірі толық метрлік картина түсірмекші екен. Бекеннің жолы болып қосалқы рөлге ілінді. Жұлдызды сәтінің тұсауы дәл осы кинода кесілді. Бекен оқу орнында да жалпы елімізге ақырындап таныла бастады. Ол кезде отандық кинолар аз, актерлерде саусақпен санаулы болатын. Соңынан жүгіретін қыз қырғынның санында есеп жоқ. Бекен шынымен жұлдыз ауруына шалдықты. Тәуліктеп үй көрмейді, махаббат хабарласа түсірілім алаңда екенін айтып, тұтқаны көтермейді. Келіншегінің жаны тыпыршып, шүйкесі шаршауға айналды. Күйеуі үйде болса телефонына дамыл жоқ. Неше түрлі қыздар қоңырау соғып маза бермейтін. Әйтеуір бір күні сол қыздар отбасының түбіне жетпесе екен деп тілейтін махаббат. Ауылдағы ата енесіне айтуға батылы жетпей жүрді. Бірақ бір оқиғадан соң ол енесіне айтуға бел буды. Ол оқиға мынадай болған еді. Бекен әдеттегідей үйде кеш келді. Түнгі 3-тің кезінде келе сала, киімін шешпестен төсегіне құлады. Кенет телефоны шырылдады. Мың рет ойланып, ешқашан күйеуінің қалтасына қол салмайтын келіншек өмірінде бірінші рет қалтасынан телефонын алды. Қолы дірілдей құлағына тосып үнсіз тұрды. Сымсыз тұтқаның арғы жағынан жас қыздың даусы естілді. Алло, Виктор? Алло деймін. Иә, кім бұл? Виктор керек еді, шақырып жібересіз бе? Кім болдыңыз? Танысы? Танысының есімі бар шығар? Сіз келіншегісіз бе? Иә? Негізі тұтқаны өзіңіз көтергеніңіз жақсы болды. Мен сізбен сөйлескім келіп жүрген. Есімім Сәуле болады. Виктордың ресми көңілдесімін. Иә, мен айтуға да, мойындауға да ұялмаймын. Жарайсың, тағы да не дейсің? Сендей көңілдестер менің күйеуімнің ізінде жетіп жатыр. Сен бірінші емессің, және соңғысы емессің. Қоя берші. Сіз мен жайлы оның достарынан сұраңызшы. Біз барлық жерде біргеміз. Ол менімен уақытын көбірек өткізгенді қалайды. Енді маған не дейсің? Оның өмірінен кет, жолына құрсау болма. Өзіңді сыйласаң өзің кет, әйтпесе ол бір күні сені тастап кетеді. Уақытысында көрерміз, бәрін айтып болсаң, денеңді бос ұстап, терең-терең демалып алшы, деп тұтқаны қоя салды. Өзінің жаны қалай күйзелгенін жан баласы білмейді. Ішінің күйгені тіпті бір бөлек әңгіме. Бүкіл әлем төңкеріліп кеткендей болды. Ешқашанда жолдасының қисық жүрістерін енесіне айтпаушы еді. Осы жолы шыдамады. Бәрін айтты. Енесі ертесіне Алматыға жолға шықты. Бекен анасының үйіне келгенінен бейхабар. Әдетінше түнделетіп оралды. Енесі есікті ашты. Анашым. Иә, мен түс көріп тұрған жоқсың. Амансыз ба анашым деп құшақтап бетінен сүйгісі келді. Қалима баласын өмірінде бірінші рет итеріп жіберді. Жолама маған, ит неме. Келіншегіңді ренжіткенің мені ренжіткенің. Апа, мен ешкімді ренжіткенім жоқ. Онда мынау не жүріс? Апа, енді жұмыс болған соң. Оттама. Апа, есіктің алдында тұра береміз бе, төрге кірейік? Сен ішіп алғансың ба? Достарымызбен аздап, дей бергенде Қалима шапалақпен ұлының бетінен тартып жіберді. Мен саған күшік неме. Жалғызым деп бетіңнен қақпаған едім. Не десең де дегеніңді қылып едім. Көрсетерің осы екен ғой, деп жүрек тұсын ұстап, ас бөлмеге кіріп кетті. Соңынан ілесе кірген ұлы ақталы бәрек. Махаббат бөлмесінен шығып, енесінің қасына жетіп келді. Апа, мазаңыз кетіп қалды ма? Еш етпейді жарқыным. Дәріңізді ішіп алыңызшы деп махаббат енесіне бәйек болды. Бекен сөйлеуге сөз таппай бөлмесіне кіріп кетті. Қалима мазасызданып ұйықтап қалды. Таңертеңгілік ұлын қасына шақырып, ана байғыз ақылын аямады. Бекенге не үшін келгенін айтты. Ол болса келіншегін шақырып, болған жайттың бәрінен хабардар болды. Қапылықтап не айтарын білмеді, онысын анасы мен келіншегі бірден байқады. Демек бір шикілік болғаны анық, бірақ Бекен мойындамайды. Әр нәрсені бір сылтауратып бөлмеден шығып кетті. Бұл жолы ол оңай құтылды. Үндемей құтылды. Махаббатта енесі де Бекеннің бір қателігін кешірді. Анасы айтқан ақылға құлақ асар деген үмітпен келіншек дым демеді. Бірақ бұл жағдай бір емес, бірнеше рет қайталанды. Көптен күткен ұлы той сол күні Бекен дипломын алып, кәсіби драма актері атанды. Бірнеше толық метрлік фильмдерге, сериалдарға да түсіп үлгергенді. Бекенді көшеде көрсе ел танып та жататын.
Ұзын бойлы қасы көзі келіскен жігітке қыздар қауымы ерекше қызығушылық танытатын. Ол әрдайым тойларда, түсірілімдерде жүргенде махаббат үйде бір өзі тарта қабаста отырғандай сезінетін. Күйеуінің абыройы үшін әрқашан бақытты болып жүретін. Телеарналар әртүрлі сұхбатқа шақырғанда күйеуінің өте тамаша екенін айтушы еді. Бекен ауылдағы қара шаңырақты жаңартып, 2 қабатты сәулім сарай етті. Өздері Әл-Фараби даңғылының орталығынан 3 бөлмелі пәтер алды. Бәрі кереметі бірақ. Сәлеметсіз бе, махаббат? Сәлем, кім бұл? Есімім Айым, махаббат тәте сізбен кездескім келеді деп еңіреген бейтаныс қыз. Махаббатқа таңғы 7:30-да қоңырау шалды. Не үшін? Деп махаббат түсінер емес. Сізге айтарым бар, телефонмен сөйлесетін әңгіме емес. Мен сыртқа шыға алмаймын, сіз өзіңіз келіңіз деп. Үйінің мекен жайын берді. Көп ұзамай әлгі Бикеш жетіп келді. Одан да ол Бикештің келмегені, махаббаттың білмегені жақсы еді. Қостанайдан Алматыға арман қуып келген арудың жасы 17-де екен. Өзі беші тойханалардың бірінде асаба Бекенмен танысып, көңіл жарастырған көрінеді. Бекен өзін бойдақ етіп көрсеткен. Тек қана сөзімен емес, ісімен де ол бойдақ жігіттей болған. Махаббат әпке, ол күнде кешкісін көл әкеліп, кафелерге апарудан шаршамайтын. Мен оған риясыз сендім. Өнер жолында жүріп, жеке өміріме қарамаппын дегеніне сендім. Ауылдағы ата-анама сенде келін керек дегенге мен үміттендім. Ол маған жатақханада бір бөлмені сатып әперді. Оқуымның 1-ші курсын алдын ала төлеп қойды. Біз тіпті, деп қыз еңкілдеп жылап жіберді. Не? Тіпті не? Деп махаббатта қазбалай бастады. Біз тіпті неке қидық мешітте. Содан соң мен аяғым ауырлады. 3 күннің бірінде қасында қонатын. Киімдерінің көбісі үйде. Мен 3 ұйықтасам ол үйленген деп ойламаған едім деп. Бір кесе су ішіп, ентігін басалар емес. Содан, тез айтшы сосын, деп әшейінде ашулануы қиын махаббат ызалана сұрай бастады. Некемізді қиған соң менің аяғым ауырлады. Ол ауылға апарамын деген еді. Шымкентке жолға шығамыз деп жүргенде, ауылынан суық хабар келді. Қандай хабар? Ата-анасы қайтыс болды деген. Ой, Алла, астафируллах деп, жүрек түсі шымырлап кеткен махаббат отыра қалды. Сізге не болды әпке? Айта бер, сосын не болды? 10 күнде жоқ болып кетті, ата-анамды шерлеп келдім деп. Менің ендігі жұбанышым сен және ішіңдегі бөбегіміз деді. Саған ақ жаулық жаба алмадым, менің еш туысым жоқ, жалғызбын. Бірақ сені мұңайма, мен әрдайым сендермен біргемін. Мен сенің күйеуіңмін деді. Заңды некеге кредитім көп. Сондықтан тұрмайық қояйық деген соң келістім. Дей бергенде махаббат шалқасынан есінен танып құлады. Қанша уақыт осылай жатқаны белгісіз. Көзін ашса айналасы әппақ ауруханына керуеті. Бас жағында жылап енесі мен анасы отыр. Олардың айтуынша махаббат микроинсульт алып, комаға түсіп, 5 күнде ес-түссіз жатқан. Не жағдай оны осындай күйге түсіргенін қос анасы білмейді. 20 күннен соң махаббат үйіне оралды. Бәкен бәйек болып, асты үстіне түсіп жүр. Махаббат күйеуіне көзінің қырымен де қарар емес. Әбден күш жинап денсаулығы жөнделем дегенше 3 ай өтті. 3 айдан соң ата енесін шақырып, мән-жайды айтты. Айымды шақырып, ол да барлық шындықты жайып салды. Бір өкінішті Бекен Айымның ішіндегі 3 айға жуықтап қалған шарананы алдырып тастауға мәжбүр еткен. Махаббат артына қайрылмастан Астанаға нағашыларына жолға шықты. Ата енесі қанша тоқтатса да жалынса да елемеді. Айым болса Бекенді қарғап сіреп, өксікке толы ызасынан көз жасын ие бола алмады. Ата-анасы ұлдарының әйел затына осыншама қиямет көрсеткеніне алатын азамат болып қалыптасқанына өздерін кінәлады. Қай жерден қателескендерін білмей алады. Іштен шыққан шұбар жылан ғой, өз қыздарын өздері кесе алмайды. Бар мұңдарын ішке тығып, ауылдарына оралды. Бекен бірнеше күн қатарынан араққа сылқия тойып, жаһанды жалпағынан кесіп жүрді. Сол күндердің бірінде көлікке мас күйінде отырған жігіт жол апатына ұшырады. Қанша күн жатқаны белгісіз, есін жиса бір аяғынан айырылған білді. Өзегін өкініш өртеп, өткеннің өрнегіне өкпеледі. Бірақ ол өрнек, өзі салған өрнегі ғой. Ата-анасының жаны күйзеліп, бір мезетте бірнеше жылға қартайып кетті. Сағы сынса да ұлдарын үшін бір шырақ пен, бір пырақпен
бар күш жігерлерін бойға жинап берілмеді. Алладан қос қолдап сұрап алған жалғыз перзенттерін алып, ауылға бір жылы оралды. Алматыдағы пәтерді Махаббатқа табыстауды жөн санап, Астанаға хабарласқан еді. Бірақ ол бас тартып, ата-енесінің сыйын өздеріне қайтарды. Бекен қара шаңыраққа келген соң төсек тартып ұзақ жатты. Түсінде талай рет Махаббатты көруші еді. Қызыл түсті көйлек киген келіншегі көпірдің арғы бетінде қарап тұр. Қабағы қатулы. Көзі жасқа толы. Бекен қолын созса, ол теріс қарап кетіп барады. Айқайлап шақырғысы келеді, бірақ даусы шықпайды. Оралшы Махаббат деп бірнеше рет айқайласа да, даусы шықпай, қара терге шомылып жатқан. Жерінен оянып кетті. Ұйқысынан оянса да көзінен парлаған жасын тие алмаған жігіт ішінен бірнеше рет қайталап, оралшы Махат, оралшы Махаббатым деп сандырақтап қала беретін. 6 жылдан соң Эра ТВ арнасының түсіріліміне асыққан Махаббат ұлын мектепке жеткізіп салды. Ұялы телефонына көлігінде қалдырған. Қайта келіп бірнеше рет қоңырау соққан нөмірді көрді. Телеарна қызметкерлері екен деген оймен қайтадан кері қоңырау соқты. Алло, Махаббат. Иә, бұл мен. Қалайсың, Махонти? Махаббат кім екенін бірден түсінді. Мен ғой Бекен, қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, ғасыр қалай? Өсіп жатыр, 3-ші сынып оқушысы. Азаматым менің. Есіңе түсті ме, азаматың бар екен? Махаббат, мен талай рет қоңырау соққым келді. Батылым жетпеді. Енді не түрткі болды? Махаббат, бірнеше жыл өтсе де. Махаббат, мен. Махаббат, кешірші. Мен түсінем, мені кешіру мүмкін емес. Бірақ кездесейікші, Махонти деп, әр сөзін аяқтамай жұтқыншақтап зорға айтты. Бекен, не үшін? Арада аз уақыт өтпеді, қажеті қанша? Мен сені және ғасырды бір көрсем болды. Ғасырдың көңілін бұзасың. Ол мені танымайтын шығар. Танымайды, танымағаны да дұрыс шығар. Апам мен әкем қалай? Жақсы, олар да қартайды, еңкейді. Мен ел қатарына қосылғаныма 1 жылдай ғана уақыт болды. Таразда жеке жастар орталығында қызметкермін. Актерлық шеберлікке баулу үйірмесінің жетекшісімін. Өзің немен айналысып жатырсың? Телеарнадамын. Жарайсың. Жақында Астанаға бір топ жастарда бармақшымын. Бәлкім кездесерміз. Білмеймін, хабарласып көр. Рахмет. Мен үшін сол үлкен сыйлық. Түкке тұрғысыз тұлғаға жұмсаған уақытың үшін рахмет. Мен сол күнді асыға күтем. Келесі апта Алла жазса деді. Сау бол, Бекен. Сау бол, Махонти. Неге екені белгісіз Махаббатта сол күнді асыға күтті. Тіпті күн санап, келесі аптаны болдырды. Ғасырға айтқысы келеді, бірақ жүрегі дауламады. Келмей қалса ұлының алдында өтірікші болғысы келмеді. Кезінде жалғыз қыздары үшін ауылдан қалаға көшіп кеткен әке шешесіне қоңырау шалып айтқысы келді. Оған да жүрегі дауламады. Мың қоблау жүргенде Бекен Астанаға келгенін айтып хабарласты. Кешке кездесер сәт Астананың төрінде, мейрамханаларының бірінде әкесі мен ұлы ұзақ жылдардан кейін бір-бірін қайта көрді. Бекен өзінің ер азамат екенін ұмытып кеткен болу керек. Ұлын көре сала еңіреп жылап құшағына қысты. Кешір мені балам, кешірші сорлы әкеңді. Анаң екеуіңді осыншама жыл бойы іздемеген. Адасқан әкеңді кешірші. Анашым, ғасыр түсінер емес. Балам, мен сенің әкемін. Я твой папа. Папа? Я балам, мен папаңмын. Есіңде жоқ па? Мен сені мойныма отырғызып самолет деп ұшыратын едім ғой. Сені арқама отырғызып лошадка балатын едім ғой. Балам, сәлде болса есіңде жоқ па? Жоқ, деп ғасыр жылап жіберді. Балапан есінде дым болмаса да әкесінің көргеніне толқып кетті ме? Әлде еңгезерде еркек адам жылап тұрғанынан қорқып кетті ме беймәлім. Қорсылдап жылап қоя берді. Бекенді мойнынан құшақтап алды. Танымаса да іші сезіп тұр. Әкесінің көз жанары ұлына сондай жылулық сыйлап тұрған болу керек. Жігіттер, бізге бері қарап тұр, деп Махаббат әке мен баланы сабырға шақырды. Өзінің де жүрегі қарс айырылып тұр. Бұл кездесу сәтті өтті, әке мен бала табысып, Бекен мен Махаббаттың арасында ескі ұшқын пайда болғандай. Бірақ Бекен қанша өтінсе де, Махаббат қайтып қосылмады. Ескі жараның орнын тырнағысы келмеді ме?
Әлде экс күйеуінің апаттан айырылған аяғының орнына киген жасанды аяғынан қорықты ма? Ол жағы белгісіз. Әйтеуір келіншек қашқақтай берді. Өзі қанша бойын аулақ ұстағысы келсе де, ұлын туыстарымен табыстыруды жөн санады. Жазғы каникулға ғасырда апасы мен атасына жіберді. Махаббат өзі ата-анасын сағынып жүреді. Сылтаумен ұлының артынша Таразға барып, төркінінде демалып келуді жөн көріп, туған жерге аттанды. Осы сәтті пайдаланған Бекен Махаббатты кездесуге шақырды. Дәл баяғыда екеуі ғана оңашада кездесті. Біраз сыр ақтарылды, біраз ренішке, ашу-ызамен, өкпе назға толы қапшықтың аузы ашылды. Беті кепсе де өзегі жарылмаған, тыртығы жазылмаған жараның беті тырналды. Талай жыл бойы тар қапаста жатқан ащы өксік бостандыққа шықты. Бір тараптан жасалған қателіктер мойындалса, екінші тараптан көрген қиындықтар айтылды. Бәрі өтті кетті, бәрі өзгерді. Бірақ бір нәрсе орнында екен. Ол не? Сезім. Алғашқы махаббат, сонау партадан басталғанда алғашқы махаббат. Мектептің қабырғасы куә болған махаббат. Пәк әрі шынайы махаббат. Ең қызығы осы отырыстан соң Бекен Махаббатты дәл баяғыдай ауылға алып қашты. Алдын ала жоспар бойынша кластастарымен келісіп, өз келіншегін өзі екінші рет алып қашты. Қанша көнбегенме ішкі сезім бәрібір жеңеді екен. Атасы мен енесі алдынан жүгіріп шыққандай, келіншектің көзінен сарғайған сағыныштың көз жасы ытқып кетті. Бірінші бақ, деуші ме еді дана халқым. Рас екен, махаббат қалды. Қазіргі таңда Махаббат пен Бекеннің ғасырдан соң өмірге келген екіде қызы бар. Төртіншісіне аяғы ауыр келіншек өткенін сынақ деп біледі. Жазмыштан озмыш жоқ деген осы шығар. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Және де жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.